Сәлем баршаңызға, сіздерге алмалы галетаны ұсынатын боламын. Толық нұсқасы видеоның астынан көре аласыздар. Ең алдымен ыдысымызға өлшенген ұнымызды салып, оның үстіне сары майымызды үккіштен өткізіп саламыз. Үккіштен өткеннен кейін қолымызбен осылай ұнға араластырып аламыз. Одан кейін разрыхителімізді, қаймағымызды және бір жұмыртқамызды салып, қолымызбен илеп шығамыз. Егер де қолдарыңызға жабысып жатса, ұн себуге болады. Осындай тесті болып шығу керек. Бетін жауып, тындырып қоямыз. Менде осындай үлкен алма болды. Алманың сыртын ашып алып, уақтап тураймыз. Уақтап турағаннан кейін газымызды жағып, сковородкамызды қойып, осылай алманы сеуіп, оның үстіне қантымызды сеуіп, 10 минутқа қыздырып аламыз. Тынған тестімізді алып, оқтауымызбен жаямыз, домалақтап. Тестіміз осындай көлемде жайылу керек. Одан кейін қантымызды және кукурузный крахмалымызды араластырып, тестімізге себеміз. Тестіміздің үстінде тегіс болып жайылу керек. Осылай қасықтың көмегімен жайып аламыз да, сковородкамыздегі алмамызды саламыз тегістеп. Айналасын осылай қолымыздың көмегімен бүріп шығамыз. Жұмыртқаның сары бөлігін осылай шетіне жағып шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің алмалы галетамыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кеттіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беремін. Ас болсын, сау болыңыздар.